2023 жылы 1 қаңтарда қазақтың мәдениет танушысы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Мұрат Мұхтарұлы Әуезов 80 жасқа толды. Мұрат Әуезов 1943 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Меркі ауылында қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов пен Фатима Ғабитованың отбасында дүниеге келген. 1949 жылы Алматы қаласының номер 18 қазақ орта мектебіне 1 сыныбына барған Мұрат Әуезов кейіннен 4 класты бітіргеннен кейін орыс класына баруына тура келеді. Анасы Фатима Ғабитова, мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі болып қызмет атқарған. Әрі білімді, әрі сұлу, қайратты адам Фатиманың тарихта алатын орны ерекше. Олай дейтініміз, Алаштың үш бірдей азаматына адал жар болып, олардың ұрпағын сақтап қалған. 20 ғасырдың басынан басталған қазақтың саяси күрестеріне шыңдалған, қуғын-сүргінге ұшыраған, айдауда болған Фатима апамыз үнемі алдынан шыға берген қисапсыз қиындықтарға мойымаған қайсар мінез жан, қайсар рухты ғазиз. Алаш қайраткерлері, яғни Біләл Сүлеевтің, Ильяс Жансүгіровтің, Мұхтар Әуезовтің шығармаларын сақтап, олардың жоғалып кетпеуіне себепкер болған бірден-бір адам осы Фатима апамыз. Қиын қыстау кезеңде 3 арыстан 6 бала туып, оларды ер жеткізіп, саналы азаматтар қатарына қосады. Жазықсыз құрбан болған жарының ақтауы үшін күрескен Фатима апамыз қиыншылығы мен қызығы қатар жүретін өмірде күрестің бітпейтінін жазып кетті. Анасы Фатима Ғабитова туралы көптеген естеліктер жазылған. Асыл ана, ғазиз жан туралы осы өртеңде өнген гүл атты Атамұра баспасынан шыққан кітаптан оқи аласыздар. Бұл кітап Фатима Ғабитова кешкен сан ғұмырдың сан алуан қилы кезеңдері, ауыр жағдайлары, қудалау мен тергеу, адамдық пен ар-ождан таптауын бір кісідей көрген аяулы анамыздың естеліктері мен хаттары, ойлары мен пікірлері жинақталған. Әкем Мұхтар, бала Мұрат үшін шексіз мұхитпен тең еді. Мұрат Әуезов 16 жасында мектеп бітіріп, әкесі Мұхтар Әуезовтің жол сілтеуімен Мәскеудегі Ломоносов атындағы университеттің Қытай филология бөлімін оқып шығады. Қазақ әдебиетінде ойып орын алатын Мұхтар Әуезовте ұлы тұлғаны танымайтын адам жоқ шығар. Оның 100 жылдық мерейтойы, яғни ЮНЕСКО көлемінде аталып өтуі де жай емес еді. Әкесі Мұхтар Әуезов 20-30 жылдардағы жойылып кеткен қазақ зиялылардың образын адамгершілік, әдеби, тарихи жұмыстары арқылы сақтап қалу үшін ерен еңбек етті. Ол өзінің репрессияға ұшыраған замандастары армандап кеткен жаңа халықты, парасатты, жігерлі халықтың образын қалыптастырды. Балаларының тәрбиесіне зор мән берген Мұхтар Әуезов баласының 18 жасында әкесінен өмірлік нұсқауларын үйреніп келе жатқан шағында қайтыс болады. Ол өзінің ұлтжанды ұлы идеяларын баласы Мұратқа өсиет қып аманат ретінде тастады. Мұрат Мұхтарұлы Әуезовтің Қазақ рухы кітабында Атамұра баспасынан шыққан ата-анасы туралы, жастық шағының мәні болған жас тұлпар ұйымы туралы, халқымыздың ежелгі мәдениеті туралы, ұлттық рухты көтеретін әдеби еңбектері мен сұхбаттары топтастырылған. Менен қазақшаны тез үйреніп алуы, оның қазақ деген рухының жоғары екенін айқындайды. 1962 жылы Кеңес одағы сияқты алып, мемлекеттің Ломоносов атындағы университеттің Қытай филология факультетіне түсуі де бекер емес еді. Қазақ елінің тарихын терең білу үшін Қытай елінің архивіндегі көптеген мұрағат бар екенін ескере отырып, әкесінің нұсқауымен осы университетті тамамдайды. Мұрат Әуезов алаш қайраткерлерінің мақсат бағдарламасын көріп өскен. Әке өсиетін қабылдаған адам. Алдыңғы буындар, яғни Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтбаев, тағы да сол сияқты көптеген тәуелсіздікпен қазақ болашағының жарқын болуын армандап кеткен алаш қайраткерлерінің
аманатын арқалап қалған Тек десек Мұрат Әуезов 1960 жылдары құрылған Жас тұлпар ұлтшыл дәстүршіл бағытталған сұхбат талқылау клубының қалаушыларының бірі. Аталған клуб Мәскеу қаласында оқып жүрген қазақ студенттер тарапынан қазақтың тілі мен салт-ғұрпын ұмытпай, ары қарай үйреніп меңгеруге бағытталу үшін құрылған еді. Ресей жерінде концерт қоя жүріп, қазақ жастарына қазақ тілін, қазаққа деген жанашырлықтарын насихаттаушы болды. Коммунистік партияның қылышынан қан тамып тұрған заманда Жас тұлпардың ғұмыры ұзақ болуы мүмкін емес еді. Бұл ұйым жастарға дән сеуіп кетті десе де болады. Осы идеология желтоқсан кешінде сезілген еді. Мұрат Әуезов шығармалары естеліктері ақиқаттың айқындалу, болашаққа қалай қараймыз, не істейміз деген жауабы жоқ, ұшан теңіз сұрақтардың шешімін іздеуде келеді. Қоғамда алатын орны бөлек Мұрат Әуезов әке жаққан шырақтың сөндірмесі сынығы, тұлпардың тұяғы, тұтас алаш жұртына ортақ ардақты тұлға Мұрат Мұхтарұлы Әуезов кешегі алаш азаматтарының аманатын ауырсынбай арқалаған. Жер мен елге, тілге деген махаббатын ту еткен белгілі шығыстанушы, Асқар Таудай әке тамырынан нәр алған ұлтқа деген мәңгілік сүйіспеншілігі өскелең ұрпаққа қашанда өнеге. Қалғып кеткен рухымызды оятуда, ұлтымыздың мәдени мұрасын тану үшін еңбек етуін жалғастыруда.